көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, кешегі Абай, Ыбырай Шоқан салған ағартушылық демократтық бағытты ілгері жалғастырушы ірі ғалым, тіл білімінің негізін қалаушы, әдебиет зерттеуші, түркі танушы, дарынды ақын, публицист, педагог, аудармашы және қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің мүшесі болған Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толуына байланысты ұлттың ұлы ұстазы тақырыбындағы ақпараттар кітап көрмесі назарларыңызда. Ахмет Байтұрсынұлының артында қалдырған асыл сөздері мен арман арқалаған ойлары ел жадында, халық жүрегінде мәңгі сақталады.